Ал достар, біздің 2000 километр жүріп өтеміз деген саяхатымыз 4000 километрлік жол болған саяхатымыз басталды. Сонымен біздің алғашқы тоқтайтын жеріміз ол Павлодар қаласы. Павлодар кезінде тарихи атауы Кереку болған екен. Кереку кейбір деректерде Ертіс өзенінің бойында орналасқан көне қазақ қонысының атауы. Ол кейде құс атауы дейді, болмаса ерте қоныстанған тайпалар атауымен байланысты. Бірақ 1720 жылы Ресей империясы бұл жерде әскери бекініс орнатады. Содан 1861 жылы оның аты Павлодар деп ауысады. Астана-Павлодар жолы өте ыңғайлы әрі магистралды, сонда ешқандай тесік жоқ, шұңқыр жоқ, жақсы екен. Павлодар қаласына кіріп келеміз. Речной вокзал деген жерге келдік. Қазір қайыққа отырамыз, егер сәті түссе. Павлодардан бірінші қала, сосын кейін Семей, Өскемен, тағы да басқасы. Арғарай қалайда баратымыз белгісіз. Әзірше Павлодар жайлы айтып берейік. Осы жерде Кузиндер отбасы бар. Өте керемет отбасы. Үйлерінде бізді қонақ қылдырып, сондай мейірмен, жылы шыраймен қарсы алды. Балалары түрлі инструменттерде ойнайды екен. Бізге концерт көрсетті. Және мені таңғалдырған жайт, олар үйден оқиды екен, сабақты басқа бір онлайн мектепте. Бірақ соның арқасында әртүрлі кружоктарға барады екен. Өте сондай 6 бала, қарапайым отбасы, экономикалық жағдайды айтқан кезде, былай қарасаң, бәрі сондай аз сияқты былай көрінеді. Бірақ балаларында енді өнер болсын, творчество, музыка болсын, спорт болсын, соның барлығы бар. Барлық инвентарлар десеш. Барлық жеке басында бір велосипед, самокат, лыжи, сноуборд, суда шомылатын сап, инструменттің түр-түрі енді бәрі бар да. Маған қатты ұнады. Және де олар саяхаттаудан шаршамайды. Әрдайым регион бойынша, болмаса Индия, Камбоджа, әртүрлі елдерде саяхаттап, балаларына әртүрлі мәдениет көрсетеді. Солардың отбасының саяхаттап жүргеніне қарап, мен де кішігірім шабыт алам. Сөйтіп, біздің отбасымызбен бірге саяхаттарымыздың басталуының бір себептері де осы кісілер болған сияқты, жалпы. Тағы да мен бір байқағаным, сол кісілердің үйінде қондық бір күн, бізге күшті қылып төсек салып берді. Өздерінің жаңағы әртүрлі саяхаттан жиған терген заттарын көрсетті, алып келген әртүрлі мемлекеттерден. Күшті музыкалық аспаптарда ойнап берді балалары. Лев пен Добрыня деген жігіт. Сосын Лев, Добрыня және біздің отбасымыз үшеуміз неге бардық? Павлодардың набережкасына барып, батутта секіріп ойнады олар, рахаттанып алпамыспен бірге. Сондай керемет көрініс болды. Арасында бір күресіп алды, кішкене ұрысып алды, бірақ соған қарамастан үшеуі сондай тату-тәтті болып қайтты. Тағы да бір байқағаным, Лев пен алпамыс екеуінің несі қызығушылықтары ұқсас екен. Екеуі де бір ерекше бір задачаларды алып, соларды сол есептерді шешкен жақсы көреді екен. Мен оларға жердің ортасына қалайша баруға болады деп сұрақ қойдым. Сөйтіп екеуі ойланды. Жердің ортасына, магма жаңа қыртысына дейін қалай жетуге болатын. Сосын біз 10 күні ерте жиналып жолға түстен кейін сағат 2-ге таман шықтық. Шығардың алдында біз сол кісілердің мамаларымен бірге сап деген нәрсемен бір күшті бір көлге шомылуға бардық. Жақсы, мен кішкене қателесіп кетіппін. Айман жалғастыра бер. Біз 10 күні жолға шықтық Астанадан.
сағат 2-де шықтық. Павлодарға сағат кешке 7-ге қарай таман келдік. Сол күні біз теплоходта жүзіп үлгердік. Қаланың набережкасында серуендеп үлгердік. Кешкі қаланы көріп үлгердік. Және кешке дейін қызықты әңгіме, дүкен құрдық. Келесі күні бізді Юра ертесімен алып бүкіл набережканы көрсетіп, сосын ескі үйлерді көрсетті. Олар Астана деген көшесінде тұрады екен. Өте қызық болды. Астанадан Астанаға келгендей болдық. Әбден күлдік. Сөйтіп музей көрдік, театр көрдік. Өте ескі қала, өте әдемі, таза. Және соңында кетер алдында біз 1,5 сағаттай сапта жүздік. Бізді Света сап деген не екенін айтып өтейік. Сап деген қайық сияқты, мынандай үлкен болады, серфинг жасайтын тақташа сияқты, бірақ ауадан үрілген пластик қайық сияқты. Үстіне тұрып сырғанауға болады, отырып сырғанауға болады. Өте тез жүреді екен. Өйткені екі қолыңа ескек алып аласың. Маған тағы бір қатты есімде қалған бір сәттердің бірі алпамыспен сол достарымыздың балалары рахаттанып ойнағаны. Нағыз балалық шақта есте қалатындай жайт болған сияқты. Сонымен қатар Анар да солардан қалыспай рахаттанып шомылып, үстіне спасательный жилет киіп алып, сол жерде тымпыңдап жүрді. Арасында Анар сол сапты өзі басқарды. Света бізді қаланың сәл шетінде Усолка деген жер бар екен. Ол Ертіс өзен, Усолка деген Ертіс өзенінің бір ағысы аздау выемкасы деймі, қалай дейді, сондай жер екен. Ол жерде әртүрлі үйлер бар, өте тамаша. Тіпті ойлап қалдым, егер шетелге шығуға қаражат болмай жатса, сол жерде барып пәтер жалдауға болады екен. Керемет әдемі жер, табиғаты да маған қатты ұнады.